Жалпы адамзат өркениетке қол жетіп, өмір салты жақсарған сайын аурудың неше түрі шығып, бұл қазақтың еркегі белсіз, әйелі бедеу, баласы аурушаң, әлжуаз болып барады. Оның себебі көп, негізгісі экология, сосын күнделікті біздің жеп жүрген ас суымыз, тамақтың құрамы бәрі осыған әсер етіп жатыр. Қазақ айтады, ауру астан, дау қарындастан деп. Ендеше бұрынғы қазақтың тұрмыс тіршілігі қанша ауыр болса да көбі батыр, тұлғалы алып, палуан болған деп жатамыз. Осы ата бабасы батыр болмаған қазақ жоқ қой, қарап естіп отырсаңыз. Өтіріктеңізші. Ендеше бұның сыры мынады екен. Қазақ ен далада жүрсе де барлық медицинаңыз, культураңыз басқалардан жақсы білмесе кем білмеген. Қазақтың ескі салты ырым тиымдарында қарап отырсаңыз басы артық, томпақ ештеңе жоқ, тонып тұрған даналық ол. Олардың жанын жеп жасаған күнделікті ауыр қиын тіршіліктері тұнып тұрған медицина деп айта аламыз. Мысалы, белсіздікке ең мықты шипаның бірі атқа міну деп осы интернетте жаңалық ашқандай шулап отырамыз ғой. Рас, қазақтың мықты болған сол жылқымен бірге өсіп, соның мінезін бойына сіңіріп, моральдық болсын, физикалық жағынан болсын, жылқыдан көп дүние алады. Енді сіздер білмейді деген тағы бір нәрселерді айтып отырайын. Мысалы, қазақта жүн сабау деген нәрсе бар. Жүнді жақсылап тұрып, ақ бұлттай етіп түтіп алады да, тулаққа салып, қыз келіншектер айналып, алқа отан отырып, қолдарына сабау алып, сабайды. Әбден ұрғылап түтесін шығарып, сосын оны шиге салып, ыстық су құйып орап алады да, білекке салып, ауын атып отырып басады шиді. Киіз басу деген сол. Біріншіден олар қысы жазы суығы су өтпейтін тұрмыстық материал жасап, киіз үйді содан жасайды. Екіншіден, кәдімгідей қазіргілер ақша төлеп жасайтын фитнестерін қайда, сонда үй шаруашылықтарын тындырып, залға бармай үйде отырып жасап отыр деген сөз. Енді мынаған қараңызшы, сол қойдың жүнінде шуаш деген болады. Сол шуаш болған жерде рак деген ауру болмайды дейді. Сонымен бірге мына қолдың қиылып кетуі, басқадай тері аурулар жаңағы шуаш болған жерде тұрмайды екен. Медицина деген осы міне. Қойдың шарбымай деп атайды, сол әйелдердің ішкі құрылысына өте жақсы ем екен. Соны білген қазақ жаңағы ішкі майды ет асқанда жұмыр деп айтады, соған тығып тамақ дайындайды да қыз келіндеріне үнемі жегізіп отыратын болған. Қазіргі май көрсе жемейді ғой. Осылай әйелдердің жаңағы денсаулығы мәселесі шешілетін болған. Қазақ медицина білмейді дейді. Мен мысалы айтайын, ұйқы безі деген без болады. Сол ұйқы безі істемей қалатын болса дейді, адам комаға түсіп қалады екен. Яғни ұзақ уақыт бойы ұйықтап қалады екен. Сол ұйқы безінің міндеті арқылы атау беріп отырған жалғыз халық, жалғыз этнос осы қазақ. Қазақтан басқасы, Европаның басқаларының еш қайсысы ұйқы безін олай атамаған. Тек қана формасына қарап, түріне қарап, жылауық, без дейміз бе, осыған ұқсас атаулармен атайды. Орысыңыз болсын мына. Барлығы сөйтіп атаған. Сол әлемдегі жалғыз қазақ қана сол ұйқы безінің атқаратын функциясы міндетіне қарап атау берген екен ғой. Бұл дегеніңіз қазақта медицина деген қалай болғаны, медицина қазақта жоқ, ештеңе білмейді деп жүргендерге жауап ретінде айтса болады. Қазақтың білмейтіні жоқ. Жалпысы қазақтың өмір салтында, істеген ырым тиымдарында, басқа да дүниелерінде бірде-бір артық нәрсе жоқ. Қазақ барлығын біліп істейтін болған. Сіздермен болған Нұрдәулет Исеқазы, қазақ мінезі.